Assalamualaikum, мен құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Видео басталмастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Біздің тауықтарымыз. Кешегі ана ешкілерге, бұзауларға бастары шөбесін деп былай кесіп қойған болатынбыз. Мінекей шөпті жаман жеп тұр. Кәдімгідей қалдырмай опып тұрады, бір ролла шөптің жартысын. Енді біздер ана ролланы әкеліп қойдық тағы да. Бүгінгі видео біздің тауықтарымыз тұмаулығын қалай білеміз. Сосын неге тауықтар тумай жатыр деген сұраққа жауап беріп кетейік. Көптеген сұрақтар сол бойынша келіп жатыр. Тауықтар уже тұмау болғанда уже түшкіріп бастайды. Менде бар тауықтар тұмаулатып қалған. Тұмау неден теді? Мен кеше мынандай марандар алып келдім деп айттым ғой. Сол марандардан жұққан сияқты. Менде оған дейін тұмау болған жоқ. Жаңадан тауық келіп қосылғанда тұмау жұғады, салқыннан тұмау жұғады. Сондай өзінің мына сосын тұмау дейтін мына далада торғайлардан шығады көбінесе. Осындай төбесі ашық болып, мысалы жан-жақ ашық болып нешетін болып торғай келетін болса, ішкен суын торғай ішіп, жеген жемінен торғай жейтін болса, бұларға уже тұмау тиіп бастайды. Сол себепті тауықтар тұмаулатып қойып, міне мырқырап тұру жауан. Қазір уже тауықтар туын аздап тоқтатып жатыр. Менікі деген тоқтатып жатыр. Енді берітса анеге кіргесін витамин андай-мындайларын беріп қайтадан тоғызатын боламыз. Солай бүгінгі видео осымен тамамдаймыз. Осы видео 100 просмотрдан берітса асқаннан кейін сіздерге тағы да бір кешке қарата бір видео салатын болып. Соң 100 просмотрдан асқаннан кейін барып видеоны салатын боламыз. Ол видеода біздер уже манаған қыстық қорамызды көрсететін боламыз. Қыстық қораны дайындап жатыр. Сол себепті қыстық қора туралы видео көргілеріңіз келсе, осы видеоны 100 просмотр жинап 20 лайктан асырып жасақ жақсы болатын еді. Әзірге видео келесі видеода көріскенше.